Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен холодныйға салғанға өте дәмді шығатын шашлық наспашка дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керек құрамның барлығын видеоның астына жазып боламын. Алдымен осындай төс етімізді, филемізді алып түрпіштігіп турайтын боламыз. Өте кішкентай емес, үлкен емес, орташа турап шығамыз барлығын. Sarımsağımızды, чесногымызды выжималкадан өткізіп алатын боламыз. Дәміне қарай қара бұрышымызды, тұзымызды, аджикамызды, майонезімізді, сұйық майымыздың барлығын салып, араластырып 1-2 сағатқа бетін жауып маринадқа қойып қоямыз. Маринадта ұзақ тұрса өте дәмді болады. Бізге бұрыш қажет болады. Қызыл бұрыш немесе сары бұрыш алсаңыздар да болады, немесе осылай мен сақты екі түрлі бұрыш алсаңыздар да болады. Түрпішті қылып турап аламыз. Екі сағат маринадта тұрды. Бізге осындай шпажка қажет болады. Шпажкамызға алдымен филемізді кіргізіп аламыз. Одан кейін бұрышымызды кезектесіп осылай салатын боламыз. Шпажкамен де орташа. Видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. 180 градуста 20-25 минут пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарийға қандай рецепттер күтесіздер жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.